Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Қазір сіздерге ыдыс жууға арналған ешқандай зияны жоқ осындай сұйықтықтың жасалу жолын көрсететін боламын. Көп затты да талап етпейді, ұзақ уақытыңызды алмайды. Ең бастысы, адам ағзасына ешқандай зияны жоқ сұйықтықты бірге жасап көрейік. Үйдегі қалдық сабындардың барлығын жинап алып, үккіштің осы ірі көзінен барлығын теліп өткізіп шықтым. Үйдегі пайдаланылған сабындардың соңғы бөліктерін жинап, осылай өткізсеңіздер болады, немесе бүтін сабынды да өткізіп, сұйық сабын жасауға болады. Мен үйдегі қалып кеткен сабындардың барлығын жинап өткізіп жатырмын. Мен осы әдісті біліп алғаннан кейін құрамында химиялық заттары бар феррий сияқты сұйықтықтарды мүлдем пайдаланбайтын болдым. Тек осы әдіспен ғана ыдыстарымды тазартып аламын. Сіздерге де пайдам тисін деген оймен осы рецептті бөлісе кетуді жөн көрдім. Міне барлығын үккіштен өткізіп болғаннан кейін қайнатуға арналған кеңдеу ыдысыма 700 грамм салқын суды құйып, газге бір қайнатып алдым. Қайнағаннан кейін жаңағы үккіштен өткізілген сабынды қайнап тұрған ыстық судың үстінен құйып, өзімізге ыңғайлы, қозғауға ыңғайлы болатындай кез келген затпен осылай араластырып тұрсақ болады. Араластыра келе біздің сабынымыз ыстық судың ішінде еріп кетеді де, видеода көріп тұрғандарыңыздай көпіршіп кішкене қоюлана түседі. Мен үздіксіз 5-10 минуттай араластырдым. Сұйықтығын жақыннан көрсетейін. Мінекей осындай сұйықтықта шықты. Қазір ыстық күйінде сұйықтау болып тұр. Суығаннан кейін кішкене қоюлана түседі. Сондықтан бастапқыда су секілді сұйық болғандығы дұрыс. Жақсылап бір араластырамыз да өзіміздің арнайы ыдысымызға құйып аламыз. Менде үйде сұйық сабыннан қалған ыдыс бар еді. Сол ыдыстың ішін босатып алдым да өзімнің жасаған сұйықтығымды құйып шықтым. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің қолдан жасаған сұйықтығымыз суи келе кішкене қоюлана түсті. Ыдыс жуу барысында өте әдемі көпіріп, ыдыстарыңыз тап-таза болып шығатын болады. Достар, ұзақ уақытыңызды алмайды. Сізде дәл осы әдіспен жасап көрсеңіз, ыдыс жууға арналған арнайы химикат қосылған заттарды пайдаланбайтын боласыз. Осы ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер сіз мен каналыма тіркелмеген көрермен болсаңыз, подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.